Сәлеметсіздер ме тыңдармандар? Мен Карбозов Нұрәлі, 5-ші А сынып оқушысы. Қысқы демалыс күні ертегілер оқыдым. Балалар, ертегі деген не? Соны бірінші анықтайық. Ертегілер халық өмірі қала берді. Тек ой жететін қиял ғана бара алатын өлкелер туралы алғашқы көркем әдебиетінің шағын туындылары. Ертегілер төмендегідей түрлерге бөлінеді: қиял ғажайып ертегілер, хайуанаттар жайлы ертегілер, салт шыншыл ертегілер. Соның бір жан-жануарлар туралы ертегісін сіздерге айтып берейін. Тақырыбы қу түлкі. Жолбарыс бір күні түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығын бұлаңдатып: "Мені жей алмайсың" дейді. Сосын түлкі: "Мен осы орманға қожалық етуге келдім" дейді. Жолбарыс ары қарап, бері қарап сенбейді. Түлкі: "Сенбесең менімен орманға жүр" дейді. Жан-жануарлардың менен қалай қорқатынын өз көзіңмен көр дейді. Жолбарыс: "Жарайды, жүр" деді. Түлкі жолбарыстың алдына түседі. Аяқтарын таңдана басып, жолбарысты көрген аңдар мен құстар зәресі ұшып тым-тырақай қашады. Үңгір-үңгірлеріне, құстар ұяларына кіреді. Түлкі тұмсығын көтеріп: "Қане, жолбарыс, енді сендің ба" дейді. Жолбарыс: "Сен шынымен де айлакер екенсің" дейді. Жолбарыс жайына кетеді.